Сөйтіп, фәниден бақиға бозарында да киелі кереметін бір көрсетіп кеткен кәрәкесі Сәтібердінің өзіне әруақ арқылы аян беріп, қалай қасиет қонғаны хақында айтқан мерген ақсақал ескі күндердің естелігін бұлайша жадында жаңғыртты. Алғашқы сұрағымыз осы емшілік қасиет, құмалақ ашу, көріп келдік, Құран ашу сияқты қасиет өзіңізге неше жасыңыздан бастап қалай қонды, сол туралы әңгімелеп берсеңіз. Маған 1951 жылдан бастап жабыс. Негізгі мен білетінім Алға атамыз Сәтіберді дейтін кісінің әруағы болған дейді. Біз көрген жоқпын, естуім. Сол кісілердің солмен соның моласының басында бір-екі күн жатып қалды болдым. Сөйлердің басында жатқанда басында бір кітапшаны алсам, сол жүретін болдым бір-екі аттап. Оны тастай берсем, тастауда сенің комсомолымды қорқып тастай берем, қайта жатып қалам. Сондықтан сосын қайта алуға мұқтар болып арылдым. Сосын елге келдім. Бұл уақытта біз қой бағамыз, бекотар болып бірдегі президентіге сұқтыямыз. Сосын ауылға келгесін, ауырған адамды қысылып соған бардым. Алып бат çaldarың, сен талдың, қасиетті алдың баласы ғой, сен барсаң, сол туалына жаңадан туатын шығады. Барғаннан кейін бір түрлі қоғын көтеріліп, үйді айналған мезгілде қамшымен ұрғанда әйелдің баласы түсті. Содан кейін оны мен соң отыруға қорқым, мал суаруға қайып кетіп қалдым. Адам жоқ малда. Президентіге тұтыямыз. Сонымен енді уақытта содан бастап енді қорқып ешқандай нете алмадым. Қағазға ішкетке жазам, жатқанда мен көзім пәлендеп, түгендеп, мынау әліпби түйден бастап оқытып, мына пәлен деген оқыды, мен айтқан айта берем, мұны келіп айтуға мен қорқам, түсіндіре алмайым. Бірдеме жазып берсем, ішкетке жеп, соның артынан жаңа мен бір көрсетіп, ағама, абайға көрсетсем, мынау апырма қайдан оқыды? Бұл шындық жоқ қой, қайдан біле жетем деп таңыратын көрінеді. Енді мен оғанда түсінбеймін, айтуға қорқам, сонымен жүрі неке кешегі мына 93 жылдан бастап мен ашық жасайтын болдық қойын. 24 жыл әрмияға кеттім. Әрмияда 2 жыл болдым. Онда мен қасымда жолдастарым болды. Ол жерден жаңағы ысболбас әзір оспақпенен біреудің бір сиырын, біреудің баласын емдеп, әйелін әбиселерін. Сонымен бір жыл бұрын да келгенім есебім бар, енді келеміс болған мен шындығы сол едім. Сосын содан 90 жылға дейін, 88 жылға дейін қойбақ. 80 жылдан бастап өндіріске барда жұмыс жасап, содан 92 жылы пенсияға шықтым. Содан кейін ашық, біреудің сұрқос адамдардың бала болсын, түйем барсын, қой бала болсын, талық балатын болсын, қандай дейін бұзы барды тоған әді шықласаң, шалдардың аруағының несі шығам, соған ішке демменен соған сосын шөпке дем салып, шөппеген әртүрлі шөптері соның ауруына қарай қан жүрмеген, аяқ, буын ауру, бөтек ауру, бел ауратын түрлі соған жемдер сұрсаң, содан тәуір болдым деп кетеді. Пәлен уақытта кейін о шөбің таусылғасы мөлшері бір айға жетеді, 25 күнге жетеді. Содан кейін барып келіп тәуір болдым деп бірінен бір есті, енді сосын соңғы уақыттарда арақты қоям деп келушілердің де көп ықпалы көп болып тұр. Көбіне Апорындан, Бейнеуден, Өзеннен, Ақтаудан, Уриптен келіп емделіп кеткендер көп. Бәрі де сағалықсын айтып, келіп журналға жақында жазып, журнал жақында басталып. Содан интервью берушілердің келушілер көп. Оны енді жаңғыз өзін соғын білгенім жасайын, асықпай қайтайын енді. Мәке, осы негізінен қандай ауруларды емдейсіз? Негізінде болғаннан жекелеп айтатыным жоқ, барлығын қайтарып тезделіп кейсе сол бойынша сол айтқаны бойынша ем жасап ұшықтайын. Ұшықтап аламын, сонымен ұшықтайын, басын оқалайын, басым ауырт дегенде. Сосын мында шөп, әртүрлі шөпті қосып, болсын іш дейін, шомыл дейін баныға түсіп. Аяқ, буын ауруларының бәрін сол баныға түсуіменен, ішуімен екен қалат жасаса, сол көбіне жақсы болып көрініп беріп тұр. Диагнозды қалай қоясыз? Құмалақ ашып, Құран ашып па, жоғал тамыр ұстап па? Тамыр ұстаймын, құмалақ қараймын. Соған екеуін сәйкес келгенде, мен өзім тамырыма
құрағыма сезім болғандай болады. Негізінде өзім байқағаным. Мен ешкімге басқадан көрінбеген, өзім сездім, өзім тамырыма, қолыма, бір түрі өзіме белгілі болатындай үнтерлігі бар еді. Сол өнже жасайын, соны мен ана халыққа ем болады, сосын ең соны сау бол, осыны балам жазылып кетті, өзім тәуір болдым деп қайталап келеді ғой. Қайталап келгенін соны енді мен соны жек көрмеймін, жанымызға келемін, сөйтіп айтамын деп ойлаймын мен. Мұны мен сөйтіп айтып ешкімге айтпаймын сірә. Ал ем жасағанда қандай шөптерді жиі пайдаланасыз? Дәрілік қасиеті бар шөптердің ішінде біздің Маңғыстауда қандай шөптер өседі? Біздің Маңғыстауда өседі, біздің көбіне пайдалана білген әр мезгілі бар, шөп піскен уақытта. Адыраспан, исигек, аш-жусан дейді, ақ-жусан дейді, түрлі жантақ, шырмауық, осылардың да бәрінің емдік қасиеттері бар. Әрқайсысын мезгілінде алып, өзі кеп беріп, әртүрлі неге пайдаланады еңбек. Күздігін, жаз отырғысын, көмден сонымен отырма, аллергия қышыма, жараларға көбем жасап жүрмін, аш шөптер жүрмін. Біздің жерімізде аш шөпті, мен әптіктей шөптерді осындай шөп енді, соны алдым, соны жетпегенде қосып, ауылдың шөптеріне қосып, көбінен тарттырып алып, тарттыққан біз әртүрлі шөбіміз бар ғой, кәрмескектен. Мұның да мына шөптерге қосқанда көп пайдасы болады екен. Ал соған сонда ішінара жемнің де қосылатындары болады. Ал соның бәрін қосып, қайнатып, оған алма, әппестен, адамнан қосылып дейтін нұсқа келеді маған өзімде. Ал сол анау кәсіпкерлікке де көмем екен. Сосын жемерейт дейтін бат бірін, құйрық жаға баратын. Ал соны ішіп, ана баныға отырса, ода жақсы болады екен. Сонымен тәуір болын жүрген жігіттер көп естіп жүрмін мен. Шөптерді дайындағанда рецептіні сіз бұрынғы өзіңіздің оқыған, кітаптан оқыған біліміңіз арқылы жүзеге асырасыз ба, әлде бір сілтем, сыбыр сондай аян бола ма? Өзіме сыбыр сілтем болады бір түрді. Ана шөптері көріп адамның тамырын ұстаған уақытта соған бір маңдай жаса дегендей өзіме бір түрді құлағыма сыбыр келгендей болады бір түрді. Айтқан адамның несіне қарай, тамырына қарай жүріп отыратын нұсқа. Сол өнже жасайын, сосын енді соған айтып артынан өзім сенбегенде болғанмен артынан адам жақсы болдым, сөйтіп қайта сұрайын, сонда жақсы болдым деген сосын енді сол бағыт мен анадан бір тағын дейсің ғой мысалы. Анадан ауырып деген соған тағы келеді, біреуді одан үлгері, біреу төмен болады. Сонда талай отырып қалған мына жерінде қалған жаралар, жара аурулар көп жазылды. Мына бөженде бар, бейнеуден келеді. Аллергиясы көп бір адамдар болады енді. Мұндай қасиет өзіңізге осы атаның қаны арқылы келіп тұр деп ойлайсыз ба, жоқ әлде нағашы жағыңыздан ана сүт арқылы таралып беріліп тұрған қасиет деп ойлайсыз ба? Ана сүтіне атаның қанын таратылған негізі әруақтан болған дейді ғой, қасиет қанға жұққан деп есептейміз енді. Ар жағынан мұның біз көбіне білмейміз ғой, белді болған адамдарымыз ғой енді. Мен негізі оқығанымызда коммунистік уақытта бастап оқыдық 32 жылдан бастап, 39-40-тан бастап. Сосын ең соның өзіміз есептейміз енді белді ата-бабаның әруағының қалай екенін, қасиеттің қалай болатынын жаңадан сезіп басымыз ғой енді. Көрсетіп жүр ғой енді. Сол бойынша ем жасап, соңында қанға байланысты қасиет ау деп ойлаймын. Екі жақтан да бар, нағашыдан да, олар нағашы тұқымдарымыздан жаңайдар кілең. Олардың ішінде сонақшы, түрлі шөпті ем жасағандар көп болды ғой енді. Көп жазылмай қалды ол уақытта, бәрі жазылғанда оның түрлі біздің қасиетті жерде көп көрінеді ғой біздің елімізде.